1930 жылдары Кеңес одағының құрамында болған Қазақстанда 103 мың адам қуғын сүргінге ұшыраған және 25 мың адам ату жазасына кесілген. Осы кезеңде қазақстандық ғылым, мәдениет және саясат саласының зиялы қауым өкілдері атылған. Халқымыздың бастан кешкен зобалаң жылдары, олардың жүріп өткен жолдары бүгінгі ұрпақтың құлағында, жүрегінде, мәңгесінде. 1997 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы шығып, соған сәйкес 31 мамыр саяси қуғын сүргін құрбандары күні болып жарияланды. Сол уақыттан бері осы күні саяси қуғын сүргін құрбандары болған біздің отандастарымызды еске алады. Солардың бірі Алаштың аяулы азаматы, ғалым, абайтанушы, Семейде Абай мұражайын ұйымдастырушы, ұстаз, қоғам қайраткері Қайым Мұхамедханов. Қаламыздың зиялы қауым өкілдері Шәкәрім университетінің оқытушылары мен студенттері жиналып, Қайым Мұхамедхановтың ескерткішіне гүл қойды. Жиналған қауым қуғын сүргін құрбандарын 1 минут үнсіздікпен еске алды. Жалпы мен ойлаймын, осындай 31 мамыр күні бұл үлкен бір азалы күн. Сондықтан телеарналардан біздің қазақ еліндегі жаңағы ойын жиын тойдың барлығын ысырып қойып, 31 күні біз өзіміздің болашақ ұрпағымызға қазақ елі осындай ауыр кезеңнен өткен, басынан осындай жаңағы ауыр кезеңді ашаршылық, тіпті анау Қызылдар қырғыны деген еңбекті оқысаңыз, даладағы жердегі жыбырлап жүрген қоңызға дейін жоқ болып кеткен адам етін жеуге шейін барған. Міне осындай жаңағы құрбан болған адамдарға тағзым ету үшін біз ұрпағымызға осындай күндерді айта беруіміз керек. Өткенсіз бүгін жоқ. Қаламызда ел тарихындағы зобалаң жылдарды еске алуға арналған бірқатар шара ұйымдастырылды. Семейліктер қазақ халқының көрнекті қайраткерлері Әлихан Бөкейханов, Мұхтар Әуезов, Қайым Мұхамедхановтың ескерткіштеріне гүл қойып, ұлты үшін күрескен арыстарды еске алды. 31 мамыр Қазақстанда саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Президенті 1997 жылға жарлығымен бекітілген. Семейде атаулы күнге орай өткен ғасырдағы ең ауыр оқиғалардың жазықсыз құрбандарына арналған іс-шаралар өтуде. Семейліктерде саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алып, қайраткерлердің ескерткіштеріне гүл қойды. Барша адамдар үшін дамудың, азаттықтың дәуірі болған 20 ғасырда қазақ елі бодандықтың бұғауында қарсы алғаны ақиқат. Осы бір азапан заманда бүтіндей бір ұлттың сенгенін тек оқыған азаматтар болатын. Елдің егемендігін қалпына келтіріп, озық өркениетті елге айналдыруды көздеген Алаш қозғалысы да дәл осы заманда қараңғы қазақ көгіне күн болып өрмелеп шықты. 20 ғасырдың 30 жылдарында қазақ халқы өлімге келетін ашаршылықта бастан өткерді. Бұл елдің генофондына орасан зор зиян келтірді. Әртүрлі мәліметтер бойынша сол жылдары аштықтан 1,5 миллионнан 3 миллионға дейін қазақ қаза тапқан. Тағы 2 миллионға жуық адам Қазақстаннан көрші елдерге көшуге мәжбүр болды. Халқымыздың тарихындағы тағы бір ауыр парақ саяси қуғын сүргін. Біздің халық арасында да осы кеңес заманында талай ауыртпалықты бастан кешірген. Ашаршылықты айтсақ, мысалы 3 миллион адам кемдегенде құрбан болды. Жазықсыз олардың тізімдері әлі жасалған жоқ. Жалпы халық қырын көрді. Бізде 25 мың Қазақстанда. Енді оның бәрінің түгел тізімдері бізде жасалған жоқ еді. Яғни мына еске түсіру күні соған бір септігін тигізер ме деген үміттемін. Революцияға дейін қазақтар арасынан шыққан білімді азаматтардың бір қатары қазақ автономиясын құру жолындағы Алаш қозғалысының қатысушылары болды. Алайда қуғын сүргін ең алдымен зиялы қауым мен білімді адамдарға қарсы бағытталды. Ұлт пен қазақ халқының тәуелсіздік туралы армандары бірнеше онжылдықтардан кейін ғана шындыққа айналды. Қазақ тарихында қазақ елінің көрмегені жоқ енді. Ана бастасақ, анау Ақтабан шұбырындан да бастауға болады. Сол заманнан бастап енді қаншама жыл қуғын сүргінде болды қазақтың нелері. Революциясын орнатам деп, қаншама қазақтың ең қаймақтары, бет қаймақтары азаматтарымыз сондай қуғын сүргінге түсті. Бұл күн бірінші кезекте саяси қуғын сүргін мен ашаршылықтан зардап шеккен қазақ халқының құрбандарын еске алуға арналған. Сондай-ақ кейінгі ұрпақ ата-бабаларының ерлігін ешқашан ұмытпау үшін және оларда мақтанышпен еске алу үшін жыл сайын аталып өтіледі. Шұғла Сұлтан Махмудова, Рүстем Қайратұлы, Ерасыл Дүйсенбеков, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.